директоры 5-ші Иван Васильевич Панфилов атындағы мектеп-лицейінің тарих пән әдістемелік бірлестігінің құрамымен таныстырып өтейін. Қазіргі таңда 8 тарихшы жұмыс жасайды. Атап айтатын болсам, Аханова Дина Сейдуллаевна, педагог сарапшы, шәкірттері қалалық, облыстық, республикалық сайыстарда топ жарып жүрген тәжірибелі ұстаз, бірлестіктің майталман мүшесі. Аблаев Болат Мұхамедәліұлы, педагог зерттеуші, директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары, шебер ұйымдастырушы, қоғамдық іс-шараларда әрдайым алдыңғы саптардан табылатын, білім мен тәрбиені қатар ұштастыра білетін білікті маман. Бейсенбаева Гүлфира Әмзеевна, педагог сарапшы, толымды тәжірибесі мен білім білігі мен оқушыларды баурап алатын, қасиеті бойына дарыған креативті жаңашыл ұстаз. Тажмағамбетов Бақытжан Ануарұлы, педагог зерттеуші, уақытымен санаспай әр баланың ұлтжанды, отан сүйгіштікке тәрбиелеп келе жатқан жанашыр ұстаз, тарих пәнінің білгірі, өз ісінің шебері. Шайхудинова Виктория Фаусовна, педагог зерттеуші, заман талабына сай, инновациялық әдістер арқылы шәкірттерін тарих ғылым мен әдістермен оқып үйренуге қызықтыра білетін ізденімпаз ұстаз. Қойшыбаева Алтын Боранбайқызы, педагог модератор, шыжығы мен қызығы мол ұстаздық қызметке бірлесе араласып, шәкірттерінің жүрегін жаулай білген жас маман. Мұхтарбаева Гүлшат Нышанбекқызы, бірлестіктің жаңа мүшесі, өзіне де, шәкірттеріне де талап қоя білетін, жаңалыққа жаны құштар ізденімпаз жас маман. Ахметова Айгүл Жәнібекқызы, педагог зерттеуші, тарих пән бірлестігінің жетекшісі, әр баланы жеке тұлға ретінде қарап, жүрегіне жол табатын, әр сабағын шығармашыл, ізденімпаз ұштастыра білетін талғамы биік дара тұлға. Тарих пәнінің мұғаліміне қойылатын бүгінгі талап, әр баланы бабалар тарихын терең ұғынатын, рухы биік, мәңгілік елдің жарық жұлдызы болуына бағыт бағдар беру, жол сілтеу.